Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздерге бір оқиғаны айтып берейін. Кеше 9 жасар қызым Қонаев қаласына барып, биден жарыс болды. Сол жерде бір топ қыздар болып биледі. Бидің атауы Хорезм биі. Атауынан көріп тұрған шығарсыздар, өзбектің биі, сондықтан сахналық костюм, өзбектің костюмын киеді, билейді. Сол жерден екінші орын алады. Сол фотоны мен Фейсбукта, Инстаграмда өз парақшаларыма жариялаған болатын. Енді қызымның жаңағы биден алғашқы жарысы болғаннан кейін фотоны жариялайсың ғой әлеуметтік желіге. Сөйтсем бір қай-қайдағы ура патриоттар өздерін ұлтшылмыз деп кеудесін ұратын, бірақ өздері жаңағы тектерінен, фамилиясынан Оф, Ев, Вич деген жалғауды алып тастай алмай жүрген адамдар маған ақыл айтпақшы да. Қызыңды ұйғырша киіндіріп қойып, соны мақтан тұтып жатсың ба? Атасы, Дәркембай атасы көрсе, бұны қызық болатын еді деп. Атасы марқұм болып кеткен ғой менің әкем. Менің әкем ұлтшыл, қазақ ұлтына еңбегі көп сіңген адам. Содан мен жауап жаздым. Біріншіден, ұйғырша киінсе не болып тұрмын? Дәркембай атасы Чонжыда ұйғыр ауданы деп аталады ғой қазір. Сол жерде ұйғырлардың арасында өсті. Одан кейін кеңес заманында өмір сүргеннен кейін ол кісі мүсінші болды. Роза Бакиевқа мүсін сомдады осы Челек өңірінде. Сондай ұйғыр халқымен байланыс бар. Ол кісі мысалға немересінің өзбекше болсын, ұйғырша киініп іс-шараларға қатысқанына ешқандай қарсылық білдірмейтін еді. Ендігі мәселе жаңағы ура патриоттар, өтірік патриоттар, өтірік ұлтшылдар. Сіздер алдымен фамилияларыңыздан Оф, Ев, Вич, Ин деген жалғауларыңызды алыңыздар. Содан кейін мен сияқты ұлтшыл азаматқа ақылдарыңызды айтыңыздар. Одан кейін жаңағы біреу жазып қойыпты, сен жаңағы әкеңнің Роза Бакиевқа мүсін жасағанын мақтан тұтып отырсың ба? Роза Бакиев жаңағы Совет өкіметі кезінде болған анау-мынау. Ол кезде заман сондай болды. Жаңағы Жамбылды да жамандап отыр, Сталинге барған, туфлиін жалаған бірдеңке деп. Сол сияқты Совет өкіметі кезінде жұмыс бабымен кімнің мүсінін сомдады? Ол мүсін жасау алдымен өнер, Құдайдың берген таланты. Мүсін жасау әрбір адамның қолынан келе бермейді. Мүсін ескерткіш жасау. Екіншіден айналайындар, жаңағы жазған кезде орысша сөз қоспай, нағыз ұлтшыл болсаңдар, фамилияларынан құлдық жалғауды алып тастап, сосын барып ақыл айтыңдар.